Бәріңе сәлем құрметті көрермен, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда разговорный видео болмақшы. Так что дәл қазірден бастап лайктарыңды басыңдар осы видеоға аямай, и комментарий жазуды ұмытпаңдар. Короче, достар, бүгінгі видеомызда үшін атақты ютуберлердің біздің жазған комментарийларды оқымауы, лайк баспауы, жалпы осы жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Қалай ойлайсыңдар, достар, неге олар жазған комментарийға лайк баспайды немесе оқымайды дегендей? Оның бірден бір себебі, менің ойымша, керексіз комментарий, спам комментарий дейді ғой. Сондайлардың кесірінен деп ойлаймын. Қажетсіз комментарийлер, жалпы олар топ, мен бір, мен екі, жалпы осы сияқты тағы да басқа комментарийлер, бұлар қажетсіз комментарийлер болып саналады. Ал спам комментарийлер дегеніміз, бұл яғни осыны оқып отырған қазақ бауырым аман болшы, мен арнама тіркеліп кетші дейтіндер бар ғой. Вот сол спам комментарийлер. Меніңше бұндай комментарийлердің қажет жоқ. Именно осы сияқты комментарийлердің кесірінен атақты ютуберлер, яғни Дейлин дейсің ба, Нұрлан дейсің ба, Айшуақ дейсің ба, короче, Алик дейсің ба, короче, олардың барлығы комментарийді тіпті оқығысы да келмейді десек болады, лайк баспақ түгіл. Ал оны тоқтататын кез келген сияқты. Мысалы, спам комментарийдің орнына сендер сол ютуберден пиар сатып алыңдар. Бірақ айтып қояйын, пиарды ешкім тегін жасамайды қазіргі 21 ғасырда. Так что тек қана пиар сатып алу керек и каналды дамыту керек сол арқылы. Ал енді каналыңның авасы, шапкасы, жалпы сапасы деген болады. Егер олар жақсы, отличный болмаса, онда сен каналыңа адамда келмейді деуге болады. Пиар жасағанмен бір тиын. Яғни каналдың ава шапкасы әдемі болу керек дегендей, және видеоның сапасы, және видеода сөйлеу мәнерің, превьюң дегендей, бұлардың барлығы ютубердің ең басты мақсаты, ең басты міндеті болу керек десем болады. Осылардың сендерде тура болса, демек қазақ бауырым осыны оқып отырған деген комментарийдің жазудың қажеті жоқ. Сәл күтіп арғарай видеоларды қызықтырақ қып шығара берсең, адамдардың өзі келеді, немесе пиар сатып алсаң, осылар тура әдемі болса, адамдар көп келетін болады. Ал енді жаңағы топ, мен бір, мен екі деген комментарийлардың орнына енді түсінуге болады. Көбінесе ерінет десем бе. Короче, адамдар қысқа сөз жазғысы келеді. Ал енді бір адамдар бар. Жалпы сол дұрыс деп ойлаймын, солар сияқты комментарий жазған. Мысалы, жарайсың, сен дамисың, видеоларың керемет деген сияқты мотивация беретін комментарий жазуға болады. Енді келесі видеода осындай істеші, одан кейінгі видеода бұндай болсыншы деген сияқты идея тастайтын комментарий болса, жалпы сол сияқты комментарийлер ютубердің көңілін аударады деуге болады. Осы екі комментарийді өзгертетін уақыт келген сияқты. Сондықтан, егер сенде ютубер болсаң, осы тақырыпта видео шығар. Сонда бірге осындай қажетсіз және спам комментарийларды жоятын боламыз. Ал ендеше мен видеоны аяқтайын. Бүгінге осы да жетер, түсінікті болды деген ойдамын. Ал ендеше арнаға тіркелмеген болсаң, арнаға міндетті түрде тіркеліп кет. Осындай қызықты ақпаратпен бөлісіп отырамын. Лайктарыңды баспаған болсаңдар, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Мейірбек. Келесі кездескенше сау болыңыздар.